Құрбан айт күні жасалынатын амал ең бірінші әрине құрбандық шалу. Шамасы келетін адам құрбандық шалайды, шамасы келмейтін адамға міндет емес. Екінші, 27 маусым таң намазынан бастап 1 шілде 2 намазына дейін әр парыз намаз сайын ташрих тәкбір айту. Үшінші, туған туысқандарды айттау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кімде-кім өмір жасының ұзақтығын қаласа, ризығының көбеюін қаласа, туған туысқанмен мәмілені түзесін дейді. Ұрысып қалған туған туысқандар болса, жағдайларын сұрап, кешірім сұрасып қалыңыздар. Төртінші, балаларыңызға сыйлық беріңіздер. Себебі балаларға аяз аталар 31 желтоқсанда сыйлық берген кезде балалар әр жыл сайын 31 желтоқсанды күтеді. Тура сол секілді балаларыңызға әр айт мерекесінде сыйлық беріп отырсаңыздар, балаларыңыз осы қасиетті мерекені асыға күтетін болады. Осы видеоны көріп отырсаңыздар, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алла тағала сауаптан жазсын.